Біздер деген бүгін мынандай сахардан, көрдіңіздер ғой, сахар. Осы сахардан біздер осы блендер арқылы сахарный пудра жасаймыз. Бірінші мұнда саламыз барлығын. Барлығын салып қойдық. Аузын жауып, мынаның өзінің несіне айналдыратынына қоямыз. Міне барлығын айналдырып жатыр. Міне көрдіңіздер. Қазір осындай сахарный пудра болып шығады. Барлығын уатып, ұнтақ етіп жасайды. Міне дайын болды біздің ұнтағымыз. Сахарный пудрамыз, қараңыздар міне. Уақтап, ұнтақтап шығарды біздің блендеріміз. Жасалу жолы міне өте оңай. Сахарды блендерға саласыз, уақтап, ұнтақтап аласыз. Осы сахарный пудраны енді өзіңіздің пирогтарыңызға, десерттарыңызға, торттарға қолдана берсеңіздер болады. Мол етіп жасап қойсаңыздар өте тамаша болады. Қараңыздар міне. Ешқандай магазиндегі сахарный пудрдан айырмашылығы жоқ. Ол магазиндегі сахарный пудрада осылай сахардан жасалады, ұнтақтау арқылы. Міне қараңыздар. Керемет болып шықты. Енді осы сахарный пудрамызды бөлек ыдысқа салып аламыз. Өзіміздің тортымызды, пирогымызды жасағанда керек уақытында алып қолдана береміз. Сіздер де осылай жасап қойыңыздар.